Бәріңе сәлем достар, сендермен бірге Мейірбек. Бүгінгі видеомызда House Flipper осы керемет ойынды ойнайтын боламыз. Бірінші рет бастап жатырмыз. Бірақ мен ойнаған бірінші рет емес, бұны талай рет ойнап тастадым дегендей. Короче, көресіңдер қазір. Алдағы уақыттарда талай ақша жинаймыз, үй сатып аламыз, үй сатамыз дегендей, сондай бизнеспен айналысамыз. Бұл ойында жақсылырақ болады, я. Бұл ойын сендерге ұсынамын, жалпы жақсы ойын. Неғып бүйтіп отырмын. Так, бұл ойында сен деген осы үйдің затын жасайсың, ремонтын жасайсың жақсылап, кірін тазалайсың дегендей. Так, осылай кірлерін тазалайсың, айнаны сүртесің. Ошын евро ремонтпен айналысасың осы ойында. Так, осылай. Вроде бізге жаңа есікті ауыстыр деп тұрып еді. Жарайды, біз ваннаға кіріп, грязь тазалап тастадық. Мына жерге караотке осындай пеш қойып тұр, яғни анау не қыл дейді. Батарейка қоюымыз керек екен, я. Давай, қойып тастаймыз осылай. Қойып тастаймыз. Так, енді бізге мына жақтан есікті ауыстыруымыз керек. Есікті ауыстырамыз. Все. Бізге деген енді не деген флип ойындар беріп жатыр бізге. Бізде мына жақта зат қалыпты. Грязь тазалаймыз спальныйдан. И сосын мына жерде грязь бар. Енді бізге шпаклевка жасасын деп жатыр. Давай, осы жерге альбастерді алып, шпаклевка жасап тастаймыз. Жалпы маған негізі осындай ойындар ұнайды. Өйткені бұл ойында короче, еркінді, и не істесең өзің білмейсің, енді евро ремонтпен айналысасың, соны ұнайды. Мынаны сатып жібере салайық, $120 плюс. И так, бізге не істесін деп жатыр енді. Гостиная кірсін дейді. Гостиная не ма? Осы болу керек вроде. Вот. Міне осындай грязь тазалаймыз қазір. И так, бізде мынау грязь қалды. Және мына жақта грязь қалды. Үшінші грязь. И все ма? Болды, готов дейді. $4375. Жаман емес. Осылай бизнес дамытып, әдемілеп тұрып жасауға болады. Так, бізге енді осы үйдің краскілеу керек. Давайте, когда-то желтая. Давай, осыны бүйтіп аламыз. Бұл деген 3 осындай стенаға жетеді. 1, 2 и 3. Вот, осындай 3-үне жетеді. Сосын мұнан тағы бір батырасын. Осындай дуал тағы да бояйсын 3-үн. Сөйтіп евро ремонтты жасай бересің. Сосын ақша жинайсың, үй сатып аласың. Сосын оны ремонттап қайтадан сатасың. Сөйтіп ақшаң көп болған кезде бір 2 миллиондық үйді сатып ала саласың. Оға дейін қайда біраз жұмыс істейсің. Так, бізге қазір өзіміздің офисімізге қайту керек. Мынаны осылай ремонттап болған соң. Давай, ремонттап тастайық, жақсылап тұрып, осылай. И так, мынау қалды. 2 стена қалды бізде. Так, осындай. Мынаны тоже краскілейміз. И сосын бір нәрсе қалды ма бізде? Бізде вроде... Вот. Все. Енді бізге пол қойсын деп жатыр. Полды мына бөлмеге қоямыз. Сложный. Сломанный. Осыны 25-ін қойып шығамыз осы жерге. Патырлап бәрін. Евро ремонт жасайтын ойын ғой бұл енді. House Flipper ойнап көрсеңдер болады, жалпы қызық ойын. Так, осылай. Бәрін қойып шығамыз. Все нормальный. Бірақ 35 минусқа кіріп атық қой біздер. Өзіміздің қалтамыздан кетеді енді азмынша. Бірақ бірден $4,000, $6,000 алған жаман емес. Кейбіреулер $13,000 береді, $30,000 беретіндер бар. Жаман емес жалпы. Қызығы отырып ойнай бересің.